Саламатсыз ма, құрметті жас түлектер, қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сызбаға байланысты, яғни кедергіге байланысты есепті талдайтын боламыз. Соңынан жақсылап қараңыз, бізге тіркеліп қойыңыз. Кеттік. Бастадық. Мына жерде тұрған екі бір-біріне қарап тұр, екі кедергі бір-біріне қарап тұр. Бірақ осындай кезде көп балды шатастырады. Осы тізбек пе әлде параллель ме деп? Бұл екі зат бір-біріне параллель. Өткен геометриядағы білім керек осы жерде. Параллель деген бір-біріне қарама-қарсы жатады және екеуі бір-бірімен ешқашан қиылыспайды. Бастадық. Егер кедергілер бір-бірімен параллель болатын болса, бұл айта бастар. R жалпы дейсіздер, бөлшектің жоғарысына екеуін көбейтесің, астына екеуін қосасың деген формуланы жаттап алсақ болады. А если бұл қиын дейтін болсаңыздар, жалпы кәдімгі кітаптағы бір бөлінген R жалпы, бір бөлінген R1 қосылған бір бөлінген R2-ні пайдалансаңыздар, ортақ бөлім беріп, бірақ соңында келгенде орындарын ауыстыру керек. Ал егер бұл ыңғайсыз дейтін болсаңыздар, мынаны жасай салыңыздар, все, проблема жоқ. Сонда 4 пен 6, мынаны тағы 60 деп оқымаңыздар, бұл ом өлшем бірлігі. 4 пен 6-ны көбейтесің, астына 4 пен 6-ны не істейсің? Қосасың, 4 жердегі 6 24 болады. Дұрыс қой, да? Міне, 4 пен 6 24 болады. Ал 4-ке 6-ны қосатын болсақ, 10 болады. Ал 24 10-ға бөлетін болсақ, 2-де 4 болады. Ал бұл мынаның іші полностью 2-де 4 болады, а сыртқа шыққан кезде 4 күтіп тұрады. Мына екеуі бір-біріне қалай қосылған? Бір-біріне тізбектей. Ал тізбек болғанда екеуін бір-біріне тупа қосасыздар. 2-де 4-ке 4 қосатын болсаң, 6-да 4 шығады, 10 болады. Тізбек болатын болса, екеуін бір-біріне просто қосамыз.